Ассалаумағалейкум. Бүгін қайтарымсыз грант туралы айтып беретін боламын. Қайтарымсыз грант ең бірінші поток, екінші поток, үшінші, төртінші потокқа бөлінген екен. Бірінші поток 20 ақпан мен 3 наурыз айы аралығында, екінші поток 15 май мен 26 мамыр аралығында, үшінші поток 10 шілде мен 21 шілде аралығында, төртінші поток 4 қыркүйек пен 15 қыркүйек аралығында, өтінім бере аласыздар. Қайтарымсыз грантқа заявка тастайсыздар. Бұл қайтарымсыз грантқа кімдер қатысады, қалай алады деген сұрақты осы видеода айтатын боламын. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Осы қайтарымсыз грант Қазақстанның Республикасының барлық аудандарында, облыстарында қарастырылған. Кейбір аймақтарда берілген тапсырыстардың саны және категорияларға бөліп барлығын қарауға болады. Енді бизнес бастау үшін қайтарымсыз грант берілетін болады. Бизнес бастау және грант деп тұр. Бизнес бастамастан бұрын біздер керекті мағлұмат, грантты ашып қарайтын боламыз. Гранттар не үшін беріледі? Мемлекеттік грант бұл жаңа бизнесті бастау және дамыту үшін қайтарымсыз негізде берілетін 400 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі бастапқы капитал. Грант қаражаты ісін жаңадан бастаған жекелеген әлеуметтік санаттарға жататын азаматтарға бизнес әлеуметтік іске асыруға, өндірісті жолға қоюға және дамытуға, сол арқылы өзін тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Гранттар келесі бағыттарда қолдану үшін беріледі. Қажетті формаларды, еңбек құралдарын, техникалық жабдықты, жануарлар, малдар, құстар, көшеттерді, бұталарды, тұқымдарды, көшеттерді сату алу, үй-жайларды жалға алу ақысын төлеу жөнінде осы бағыттарға беріледі. Гранттар тұтынушының мақсаттарына кредиттік қарыздарын өтеуге, жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға, жер учаскелерін алуға, акцизделген өнімдерді өндіруге берілмейді. Бұл қайтарымсыз гранттың өзінің сондай талаптары бар. Сіздер жер үй алу үшін немесе басқада үй алу үшін, қарызды өтеу үшін, үй салу үшін сондай мақсаттарға берілмейді. Егер қазақша дұрыс түсінбеген болсаңыздар, орысшаға қойдым. Орысшаны да бір қарап оқып шығыңыздар. Себебі орысшаны қазақшаға аударған кезде кейбір сөздерді сіздер түсінбеген болуларыңыз мүмкін. Бұл себепті орысша және қазақша варианттарын оқып, өздеріңізге қорытып алыңыздар. Бұл гранттар, яғни мемлекет қарастырылған гранттар. Мемлекет өзі қаржыландырып қарастырылған бұл бағдарлама. Оған қатысу үшін сіздің атыңызда жеке кәсіпкерлік деген статус болу керек және оған бизнес жоспар керек. Қазір видеоның алдында түсіндіріп кетемін.
келесі бетке өтейік. Гранттар алудың негізгі шарттары. Грант алушы тиіс жұмыспен қамтудың мынандай санаттарына біріне жату, яғни сіздер тіркелген жұмыссыздық болу керек, яғни безработный, және де жеке кәсіпкерлігі бар 3 жылдың аралығында жеке кәсіпкерлігі бар болуыңыз керек. Қайтарымсыз грант алудың бірінші жолын қарастырып өттік. Енді екінші жолына өтеміз. Келесі әлеуметтік санаттардың біріне жату. Көп балалы тұлғалар, көп балалы жәрдемақы алушылар, жұбайы, зайыбы олар ала алады. Және де қоныс аударушылар, олардың еңбекке қабілетті отбасы мүшелері, мүгедек баланы тәрбиелеуші, жәрдемақы алатын адамдар, жұбайы және зайыбы, атаулы әлеуметтік көмек алушы аз қамтылған адамдар және олардың отбасы мүшелері, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік жәрдемақы алушылар, және де қандас қолданыстағы мәртебесі бар адамдар, белгілеп өтейін, және де мүгедек адамдар. Осы санаттағы адамдар ала алады қайтарымсыз грантты. Ол үшін бизнес жоба керек. Бизнес жобаны алдағы уақытта қарастырып, бизнес жобаларының түрлерін салуға тырысамын. Өздеріңіздің елді мекендеріңізде ақылдасып, кеңесіп көрсеңіздер болады. Себебі олар өздері бизнес бастау, бизнес план барлығын өздері қарастырып береді. Және де осы жерде бір қосымша ескертулер бар екен. Соны жаңа көрсетіп өттім. Үшінші, бизнес бастау жобасы бойынша кәсіпкерлік негізінде оқыту туралы сертификаттың болуы. Яғни бизнес бастау үшін сіздер өздеріңіздің елді мекендеріңізде арнайы мекемелерде сертификатқа оқисыздар. Егер қазақшасын түсінбеген болсаңыздар, орысшасында қойдым. Орысшасында оқып алыңыздар. Сол себептен орысшасында сіздерге көрсетіп жатырмын. Грант алу кезеңдері. Міндетті түрде ЭЦП кілт қажет. Бірінші тіркелу қажет. Яғни business.еңбек.kz порталына тіркелуіңіз қажет. Ол үшін сізде ЭЦП кілт керек. ЭЦП кілтті егов сайтынан ала аласыздар. Егер қиындықтар туса, маған комментарий жазсаңыздар болады, мен кеңесті беретін боламын.
ең бірінші электрондық кілт арқылы РЦП арқылы кіресіздер. Тіркелгеннен кейін соған тапсырыс бересіздер. Проверка статусы дейді, статусты күтесіздер. Содан кейін бизнес план жобасына этапқа өтесіздер, заявление толтырасыздар. Презентация проекті, яғни сол жобаны сіздер қорғап шығасыздар. Содан кейін келісім шартқа отырып, подписание договора, сол этаптардың барлығынан өтесіздер. Бұл яғни көзге көп болғанмен әр нәрсе өзінің уақытымен шешіледі. Себебі сіздерге қайтарымсыз грант бөлетін болады. РЦП кілт арқылы тіркелген кезде сіздер электронный почтаңызды енгізесіздер. Және де телефон нөміріңізді енгізуді ұмытып кетпеңіздер, сіздерге хабарласып болады. IT батырмасын басқаннан кейін сіздер тіркелмеген болсаңыздар, жоғарыда міне регистрация деп тұрады. Регистрацияға басып, осы жерге регистрацияны басып, номер бойынша, email бойынша, электрондық почта бойынша тіркелесіздер. Тіркелуді алдағы видеоларда салатын боламын. Себебі қазір видео мықты ұзақ болып кеткелі тұр. Поэтапно бөліп салатын боламын.